Ондай адамға бармайтын шығармын. Алтыда тұр деп айтатын. Келін таңертең қаншада тұру керек? Келін таңертең Ержан, вставай, салам алейкум, вставай. онда 11-де. Өлә, емош, беташар отказ. 6-да тұр дейтін үйге барсаңыз ше? Тұрмаймын дейсің. Тұрмайсыз ба? Опа, Gangnam Style. 12-де, 10-да жалпы, е? 12 емес, 10-11. 11-де ма? Рахмет, қошқа саламатсыз ба? Сізге бір сұрақ қойсам? Иә, болады. Өте әдемі екенсіз. Я пошутил. Келін таңертең қаншада тұру керек деп ойлайсыз? Өзіне ұқсаған уақытында тұру керек шығар. Мысалы қаншада? 10-11. Онда тұрса ше арасында. Ауырып. Онда тұрса не қыламын мен? Егер енеңіз 6-да тұр десе ше? Демейді ғой қазір. Ха? Қазір демейді шығар ондай адам. Қазір ешкім айтпайды ғой. Аха. Ондай адамға бармайтын шығармын. 6-да тұр деп айтатын. Айтпайтын шығар өйтіп. Қазір. Заман ғой. Келін 6-да тұру керек, 5-те тұру керек. 6'da тұру керек. 10-дек. Алтыда тұру керек. 6-да. Өзі біледі деген жауап айтатын адамды іздеп жүрміз. Сіз Марал Мұрат деген парақшаға тіркелгенсіз ба? Тіркелмедім ғой деймін. Парақшаға тіркелген болсаңыз $100 береміз. Тіркеліп алыңыз. Сол парақшаға тіркеліп алыңыз. Біздің видеомызға қатысқаныңыз үшін, тіркелгеніңіз үшін сізге қазір 5000 теңге береміз. Жіберіп қойдың? Давайте. Рахмет, қарақат. Марал Мұрат парақшасына тіркеліп алыңыздар. Егер мені көшеде жолықтырып қалатын болсаңыздар, менің парақшама тіркелген болсаңыздар, мен сіздерге $100 сыйлаймын.